Машина Кейж каналына қош келдіңіздер. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Ош шаарындагы Жапалауна базарындабыз. 28 январь 2024 жыл. Бұл видеода лабо тиколорду да алсуузан тамастар шыйпаса аларда көрсөткөнчө кетебиз. Албетте баасы такталган унаалар көрсөтөбүз. Ушул лабодон баштай берели. Жаңы алып келинген 2018 заводской газ. Баасы канча болду таксыр? 650 миң. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Ушул лабону сурайлы. Бул бензин, нарашкасы бар. Канча деп атасыңар? 330 миң. 330 миң сом. Так, бұл лабонun баасы жазылып турат экен. Бензин окшойт, 1999, 260 миң сом. Алмашуу жолу жок. Боло турган баасын айтып коюң. Канча? 230га бере бересиң. Мотор коробкалар жакшыбы? Бардыгы жакшы абалда дейт. Нарашкасы бар мына. Дөңгөлөктөрү деле, в принципе, төртү жок, арканкылар кышкы, алдыңкылары все сезонка экен, 230 миңге мына ушул лабону бере берем деди. Алейкум ассалам. Так. Лабону канча деп атасыз? 480 миң. Бул заводской газ 2006. Родная краска дейт. Канча деп атасыз? 450 миң. Газ. Нурген деген сен бе? Бул жердеги заводской газда деп турат. Сен Нурген деген эмессиң? Жок. Онун канча деп атасыңар, лабо? Силерден эмес беле? 630, болду. Айтмакчы, бул салон эко кожада, көк боз комбинацияланган. ДАМАЗ турат. ДАМАЗ. Канча дедиңер? 460 миң. 560 миң. 2020. Свежий перегон. Жаңы алып келинген дейт. Газ экен. Заводской газда. Так, бир ДАМАЗ. Мунун баасы жазылып турат экен. Салон кандай болду экен, Жүк ташуучу кылып койгон окшойт. 1998, 370 миң сом. Бензин. Мындай уйган иштерди коюп коюптур. Çalab, ağı ne sırası? Так, бул жерде дагы бир лабо турат. 2004, 450 миң сом. Мынаныбы? Канча деп атасыңар? 470 миң сом. 2013 газ. Заводской каркасный тентте. Дагы бир ДАМАЗ 2, 550 миң сом деп атат экен. 2019, 556 80 30 81 номеринде ээси. Бул жерде дагы бир ДАМАЗ 1. Баасы жазылып турат, жакшы. 2001, 230 миң сом. Бул жүргүнчү ташуучу экен. Ушул 3-чү катардагы бар. Эми Тико катар жака баралы. Айтмакчы, аба ырайы да ысык, күн 15 градустай эле сезилип атабы. Жылуу. Так, бул жакта Тико катар жакка келдик. Мына баасы жазылган Тикону көрсөтөйүн. 4 дөңгөлөк тең кышкы. 1996 механика. 130 миң сом деп жазылып турат.
Тикон қанша деп отасыз? 170 000 сом. Механика. Тико қанша деп отасыңар? 65 000. Қолға теріші? 50-ге бүтеу? Кичіне қошады, мына жақсы айтып отыр. Арзан Тико десеңер ушу 1995. 50 000 сомға бір ас қосса бері берем деп отыр. Тико сатылбады ма? Сатылды. Қаншаға кетті? Басын келшелек бізді отыр. Малымат қағазын алып қойған екен. Тиконы сұрайлы. Қанша деп отасыңар Тико? 150 000 кеми бар. Лонжерон сойкалар жақшы ма? Барлығы жақшы дейді. Так. Тико. Бағасын жазып қойған жақшы. 110 000 сом. 1996 механика. Машина келеші. Та бір Тико. 1998 механика. 100 000 сом. Олай 50 000-ге кішіне қосса бері берем деген, принципі жақсылы айтты. Тико іздеп отқандар ошоға көңіл бұрып қойғыла. Осы алып қойғыла. Ондан арзан алыш тілес біраз қиынырақ болып қойған. 1996 жылы шығарылған Тико люгі бар екен. Механика 100 000 сом. Мен Тико алам деп жүрем, айтып қойым номеріме. Азыр айтмақшы, мен жаныма келіп бір жігіт Тико алам деп атат. Арзан Тико деп атат. Мен ошол Тиконы сунуштап атам. 50 000-ден кішіне қосса бері берем деді. Ушул қатарда. 60 000 деп жазылып тұра өле, адашпасам. Мінеки, сөзіме аралжы алып, бұл жақтан бір жігіт келіп алды. Әге ушул арзан Тико көрбөдіңіз біле, ала тілеген болса, сіз арқылы дағы жарияға қой қойлы дегенен, мен атылы ошол азырқы көрген Тиконы сунуштадым біле, біраз үле жөнеді ошол тарапқа көргені. Бұл видео шыққанға чейін да бір болса ал Тико сатылып кетіші да мүмкін. 1997 жылы шығарылған Тико, коробка автомат, 170 000 сом, кеми бар. Бұл дағы автомат бар. 1997 жылы шығарылған коробка автомат, 180 000 сом. Люкс обвестерді. Лонжерон сойкалар қандай? Жақшы ма? Жақшы болды. Анан неме оғы, бұл коробкасы, бұл автомат баяқы спорттық емес пе? Неменекі ойылған, фиттікі ойылған. Же фиттікі, ошо башқача да баяқы селектор передачасыч. Фиттікі ойылып тұр. Ал ем баяқы немесіле да? Рычагіле. Түшінікті. Болды, жақшы. Ал қанша олу атты? 180 000. Бұл 150 000 сом екен. Мен бұл жақта кесіптешімді тартып отады екен. Bir дағы жерінен сварка тиген жоқ дейді. Заводской овалда 150 000 сом. Лонжерондары делет таза. Заводской ойдан. Лонжерондардан заводской ойдан. Эм, шу Тикодо көбінше шу лонжерон ана мына стойкасын сұрашат. Қарап тұр көре бересіздер. Ушул 150 000 сом айтылышпасы кем бар да. Балдым. Мына эм мүмкін болшынша көбірек көрсөткөн аракет жасадық. Сіздерге бұл видеобузда жиынтықтай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып қойуну унутпаңыздар. Каналға жазылдықтар. Жазылыңыздар. Машина KG TikTok'та дағы бар. Машина KG Z деп аталат.
ал жақтан қысқа нұсқа видеоларымызды көріп малымат алып алсаңыздар болады.